Қасқырдың итті жеңуі. Ертеде ит пен қасқыр кездесіп қалады. Екеуі бірін-бірі ала алмай шайнасады. Жалы күжірейіп, арқа жүні тікірейіп, мойындары терісіне сыймай, буынып, көздері қанталап, езулері ырсиып, азулары ақсиып, жақтары керіліп ұзақ айқасады. Бір кезде шаршады ма белгісіз, тек көздерімен ғана арбасып үнсіз тұрады. Бірі сәл қозғалса, не кірпігі қимылдаса, екіншісі кеңірдектен бас салуды ойлайды. Осылай сәтін күтіп тұрғанда, иттің артынан егесі келіп қалады. Ит оның исін сезіп, қожайыным келіп қалды ма деп артына жалт қараған сол еді, артынан аңдып тұрған қасқыр иттің шықшытына бас салады. Ит аяғын ғана тырпылдатып үлгереді, демі сығылып, жан тапсырады. Осы кезде иттің егесі де келіп үлгереді. Ол жансыз итін көргенде, әттең қасқырдың ту сыртынан келуім керек еді. Сонда қасқыр маған бұрылғанда, итім оны алатын еді. Бекерек келген екенмін деп өкініпті. Осыдан бастап қасқыр итті жеңетін болыпты. Қасқырды қазақ халқы ешқашанда азаптап өлтірмеген. Киесінен қорыққан, құрметтеген. Егер де азаптап өлтірсе, жамандыққа ұшырайды, немесе ұрпағына зиян келеді деп ойлаған.